Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мынау Ғалымжан деген бауырымыз шынымен де қуды. Кезіндегі Наурызбай, Қабанбай, Бөгенбайлар ешқашан ұлт үшін, жер үшін соғысқан жоқ, олар дін үшін соғысты дейді. Осындай дүмше молдалар шаршатты мені, шынымды айтайыншы ағайын, шаршаттым. Кәдімгідей сол айтқым келеді, сондай дүмше молдаларға, сендер қазақтың тарихын, салт дәстүрін, мәдениетін бытшысын шығардыңдар ғой, кәдімгідей аяққа таптап тастадыңдар ғой, қазақтығымыздан айырып жатсыңдар ғой сендер бізді. Қойсаңдаршы, болды ғой. Анау біреу жүр, не дейді жаңағыдай, домбыраны харам дейді, екіншісі жүр жаңағы сәлем салуды харам дейді. Кеше бір әңгіме естідім, құрметті қазақ елі. Үйден шығып бара жатқан қыздың дейді, некесін үйден қиып жіберу керек дейді, яғни тұрмысқа шығып бара жатқан қыз. Қай ата бабаң бұндай жолмен жүрді, қай ата бабаң өзінің мәдениетінен бас тартты. Үйден ұзатылып бара жатқан қыздың некесін үйде қию деген бұл не деген далбайыбизм? Неге сендер өйтесіңдер? Жаңағы біздің ата бабамыз, батырларымыз біздің дініміз үшін емес, біздің жеріміз үшін, ұлтымыз үшін соғысқан. Осыны естеріңе сақтаңдар. Бізге дейінгі ата бабамыз осы жерді қанмен сақтап болды. Өскелең ұрпаққа осындай кең байтақ жерді қалдыруымыз керек, себебі атадан қалған бұл аманат деп жанын қиды ол ата бабаларымыз. Наурызбайың болсын, Қабанбайың болсын, Бөгенбайың болсын, барлығы жер үшін, ұлт үшін соғысты. Өтірік айтпай қойыңдар, жарай ма? Осы сендердің спонсорларың кім? Дүмше молдалар, кім сендердің спонсорларың? Кім сендерге ақша төлейді осы қазақтың салт дәстүрін, тарихын жоққа шығару үшін? Соны жіберіңдерші маған. Мен беттеріне басып тұрып көрсетіп берейін. Қазақтың қандай халық болғанын, қазақтың мәдениеті мен тарихы қандай болғанын айтып берейін. Қойсаңдаршы, болды ғой. Қойсаңдаршы, қазақтың шынымды айтсам, дымын қалдырмадыңдар ғой. Құрметті қазақ елі, бұған бұл бір заң керек. Болмайды, бұлай жүре берсек біз қазақтығымыздан айырыламыз. Аллаға шүкір бәріміз мұсылманбыз. Аллаға шүкір бәрімізде жаңағыдай 5 уақытта болмасақ та Алланың бар екеніне сенеміз. Одан басқа тәңірдің де жоқтығын біз білеміз. Бірақ мынау істеп отқандары не бұлардың? Ана бейшара тәңкібайлардың шырылдайтындай бар екен, бытшын шығарды ғой қазақтығын. Көттеріңді қыссаңдаршы, болды ғой. Дүмше молдалар, жетет, қазақтың салт дәстүрін жайына қалдырыңдаршы. Сәлем салу да дұрыс, орамал тағу да дұрыс. Жаңағы домбыра да харам емес. Қазақтың ата бабасы қазақтың ұлты мен жер үшін соғысқан. Осыны естеріңде сақтап алыңдар. Өңшең уағызшылар аз ет өзіміз. Енді сен шықтың ба мына жақтан тағы да?